Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Майсыз әрі өте жеңіл дайындалатын панкейктерді менімен бірге дайындаңыздар. Соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Содан соң үстіне ерітілген сары майымызды қосып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Ал енді үстінен жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді жұмыртқалы массамызға ұнымызды қосатын боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып, жұмыртқалы массамызға ұнымызды аз-аздан салып отырып қана араластыратын боламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Достар, қазақ тіліндегі фудблогтың дамуына аз да болса үзілістеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, бізде осындай масса болып шығады. Енді қызып тұрған табаға құямыз. Табамыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Міндетті түрде табамызды қыздырып аламыз. Содан соң барып, аз мөлшерден қамырымызды құйып, пісіріп аламыз. Қасаңыздар, бетінде осындай тесіктер пайда болады. Яғни бұл қамырымызды аудару керек деген сөз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда өте тез піседі. Барлығын дәл осылай видеодағыдай пісіріп алатын боламыз. Біздің панкейкіміз дайын. Енді әдемілетіп шоколадпен әсемдейтін боламыз. Бұл міндетті емес. Әсемдік үшін, әдемілік үшін бетіне қолпынаймен сәндеп шықсаңыздар болады. Мінекей, біздің панкейктеріміз дайын болды. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар.